ДНК фрагментация сперматозоидтардың генетикалық материалының тұтастығын зерттейтін әдіс. ДНК-сы фрагментацияланған сперматозоидтар ұрықтандыруға қабілетті болғанымен, ол ерте ме кеш пе өзінің дамуын тоқтатады. Сондықтан дені сау бала туылу үшін біз осы ДНК фрагментация әдісімен өзіміздің сперматозоидтардың қаншалықты фрагменттелінбеген екенін анықтауымыз қажет болады. Біз келесі жағдайларда осы ДНК фрагментация әдісін пайдалануымыз қажет болады. Біріншіден, ол біз жасанды ұрықтандыру сәтсіздікке ұшыраған жағдайда, екіншісі 45 жастан асқан ер азаматтар осы әдісті тексерілу қажет. Сонымен қатар жаңағы эмбриондардың сапасының төмен болған жағдайында және белсіздіктің себептері анықталмаған жағдайда, бірнеше рет түсік жаппасталған жағдайда осы анализді тапсырып, андролог кісілерден тексерістен толық өтуіміз қажет.